Құрметті тыңдармандар, дұрыс сөйлейік бағдарламасы бұл. Біз сұхбатымызды Анар ханыммен жалғастырамыз. Тілдік қарым-қатынас дейміз, оның мақсаты не? Тілдік қарым-қатынастың мақсатын айтудың керегі не? Ол бір түсінікті нәрсе сияқты, кез келген тілдік қарым-қатынас, сол қарым-қатынасты орнату үшін жасалады. Мақсаты сол ғой, оның не керегі бар дейді. Бірақ кейде біз осы нәрсені, осы бір қарапайым нәрсені есімізден шығарып аламыз. Біздің тыңдармандарымыз, тіл үйренушілер үшін осы нәрсені қатты назар аударып айтқым келеді. Ерекше назар аударып. Мысалы, сөйлеп тұрған кезде біз сөздерді, сөз тіркестерін, сөйлемдерді дыбыстап шығару үшін сөйлемейміз ғой. Біз сөйлеп тұрған кезде өзіміздің ішіміздегі бір дітіміз болады, соны орындату үшін сөйлейміз. Міне, тілдік қарым-қатынастың бірден бір мақсаты дітті орындату. Діт әртүрлі болуы мүмкін. Енді діт деген сөзді түсінбеулері мүмкін біздің тыңдармандар. Оның орысшасын айтып қояйық, ол намерение дейді. Намерение. Сіз сөйлеген кезде сондай бір дітпен сөйлейсіз. Оның түрі әртүрлі. Біреуі менің қазіргі жай күйімді менімен бірге бөліс. Мен қайғырып отырмын, сен де менімен бірге қайғырсаңшы дегенді білдіру мүмкін. Біреуі немесе қуанып отырмын, қуанышым сен де қуансаңшы деген дітті білдіру мүмкін. Біреуі белгілі бір қимыл әрекет жасап, маған керек затты тауып бер, әкеп бер, көрсетіп бер, тағы басқа. Жалпы халқымыз біздің тілдік қарым-қатынаста сөзді астарлап сөйлейміз. Өзге ұлттардағыдай емес. Ерекшелігіміз сонда ғой. Әсіресе қазақ мәдениетінде бұл әсіресе күшті құбылыс. Дұрыс айтасыз, контекстік мәдениет, біздің мәдениеттің астарындағы мағына, оның үстіртінде жатқан мағынадан әлдеқайда көбірек, әлдеқайда тереңірек. Сондықтан тіптен де сөйлеген кезде біздің дітіміз сөзді құралдар арқылы көмкеріліп, жабылып, ар жағында әрең дегенде көрініп тұруы мүмкін. Осындай осы тілдік қарым-қатынастың мақсаты осы. Енді бұны айтып отырған себебім, біздің тыңдармандарымыздың көбі, менің ойымша, енді қазақ тілін үйренемін деушілер бұрын сөйлемеген адамдар болуы мүмкін. Сондықтан олар өзге мәдениеттің өкілдері болуы мүмкін. Сондықтан біздің мәдениетімізді түсінсін деп айтып отырмыз. Мысалы, қазақтар бүйтіп айтады: шайға келіңіз деп шайға шақырады. Ал енді өзге ұлттың өкілдері келсе, шай емес, ет асылып, қазысы пісіп, әуел десеңіз бас тартады шайдың үстіне. Сосын олар таң-таң болады. Бұл кісі бізді шайға шақырды, бірақ та бұл кісі бізге біз білмей қалдық қой, сіз бізге шай деп айттыңыз, шайыңызды ғана бермейсіз ба дейді, мысалы, басқа ұлттың. Бірақ қазақтар, көрдіңіз бе, қазақтың мәдениетінде бір шай деген сөздің ар жағында үлкен дастархан деген мағына жатады. Міне, діт деген осы. Сосын кейін осы коммуникацияның мақсаты дітті орындату. Егер сіз сөйлесеңіз, сіз дітіңізді орындату үшін сөйлейсіз. Солай болатын болса, онда сіз тілдік құралдарды сол дітіңізді орындайтындай етіп таңдауыңыз керек. Бізде кейде осындай бір қиын жағдаяттар туындап жатады. Былай қарасаң, екі адамның сөйлеп тұрғаны бәрі дұрыс, бірақ діт орындалмайды. Мысалы қараңыз, мынандай жағдаят. Екі саланың маманы кездесті, екеуінің бірігіп орындайтын жұмысы бар. Мысалы, біреу әдіскер. Қандай сала? Мысалы, біреу әдіскер, біреу тілтанушы. Екеуі де бір оқулықты түзетіп, қатесін жөндеп жатыр. Енді қателердің екі типі бар. Біреу әдістемеге қатысты қателер, біреу тілге қатысты қателер. Енді тілтанушы айтады: мен енді мыналарды істедім, мына тілдік қателерді жөндедім. Ал енді мына әдіскер: сіз мынаны жөндеңіз, мен жөндемеймін деп айтты. Қалай ойлайсыз? Осылай деп айтқанда әдіскер оның дітін орындай ма? Қуана орындай ма? Орындамайды-ау. Самат, байқадыңыз. Ал егер былай айтса: мен өзімнің тілтаным мәселелеріне қатысты проблемаларды жөндедім, ал енді әдістеме жағынан мен осалмын. Мен ол саланың маманы емеспін. Мен осыны жасасам, сіздей жасай алмаймын-ау. Сіз таза сол саланың маманы болсаңыз, бұны жасасаңыз, мына оқулықтың сапасы көтеріліп кетеді. Осыны сіз жасаңыз десе, ол жөндей ме? Жөндейді деп ойлаймын, өйткені жылы-жылы сөйлесе. Жылы-жылы сөйлесе жыланның не шығады. Сөзді айтқан кезде бірінші мақсат дітті орындату екенін білсеңіз, онда сөзді солай таңдаңыз. Мысалы, балаға, ол бала сіздің тіліңізді алмай қойды делік, не істеді? Мысалы, кәмпит жей берді. Кәмпит жей берді, тісі ауырды. Сіз күнде оған айтасыз: кәмпит жеме, кәмпит жесең тісің ауырады. Дұрыс,
сіздің айтып тұрған сөйлеміңіздің құрылысы, ішіндегі жеткізіп тұрған мағынасы тура сол ситуацияға, жағдаятқа келеді. Бірақ қалай ойлайсыз? Сонда бала кәмпит жегенін қоя ма? Қоймайды ау. Ол сіздің көзіңізше жемеуі мүмкін. Иә. Ал енді мынандай бар. Мысалы, былай айтады. Бала ғой енді, баланы алдауға болады, мен бүгін кәмпит жеп бір құлағы өсіп кеткен баланы көрдім ғой, дәрігерге апара жатыр екен деп қорқытып қоюға да болады. Ол қорқытып тұрған жоқ оны. Ол балаға арнап айтып отырған жоқ. Мысалы, бір кісіге айтып отыр баланың көзінше. Қалай, Қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда дегендей. Ана балаға обал болды, құлағы өсіп кетіпті. Содан сұрадым, сөйтсем оның кәмпит жеп, содан дәрігерлер енді құлағына ота жасайтын болыпты, обал болған екен деп айтса, қалай ойлайсыз, бала кәмпит жегенін қоя ма? Қойып кетеді деп ойлаймын одан кейін. Көрдіңіз бе, дітті орындатады. Сонда сөйлеген кезде сіз сөздерді, сөйлем құрылысын дұрыс айтуды мақсат етпейсіз, дітті орындатуды мақсат етесіз. Өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі екенін білесіз, Анар ханым. Сондықтан біз Вики білім қоғамдық қоры, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.